Ассаламағалейкум, эфирде 7 күн апталық сараптамалық бағдарламасы және мен Ринат Думанұлы. Бүгінгі хабарда біз мына тақырыптарды талдаймыз. 2011 жылы осы ұйымға төрағалық ету арқылы Қазақстан мұсылман әлеміндегі саяси және экономикалық процестердің модераторы болмақ. Европадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының төрағалығын сәтті аяқтаған қазақ елі енді Ислам конференциясы ұйымына жетекшілік етпек. Ұйымның мақсат міндеті жаңа төраға Қазақстанның жоба жоспары жайлы саяси шолушымыз Саят Жөкенұлының сараптамасында. Мен 80-нің есебін басып тұрмын. Мына сіз 70-нің алтауын басып тұр. Қол қоямыз деп сақылдаған аязға келіп осында іздеп тауып алып қол қойып жатырмыз. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттілігін 2020 жылға дейін ұзарту үшін референдум өткізуді қолдаушылар саны күн санап өсуде. Соңғы дерек бойынша қолдап қол қойғандардың саны 3.600.000-ды құрады. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы біздің компания үшін үлкен көмегі болды. Қазақ кәсіпкерінің жол картасы. Мемлекет басшысының бастамасымен дүниеге келген бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасының алғашқы нәтижелері мен жұмыс барысы жайлы бүгінгі 7 күнде. Мыңдаған жолаушы діттеген жеріне жете алмады. Оған себеп қолайсыз ауа райы. Әбүйір болғанда адам шығыны болған жоқ, бірақ көп өңірлер зардабын тапты. Соңғы жұмадағы қыс мінезін мен Эльвира Тағайқызы сараптаймын. Қоян жылының алғашқы аптасы еліміздің бірқатар аймақтар үшін қақаған аяз қарлы боранмен есте қалмақ. Ажал аузынан аман қалғандар кінәлілер. Осы жайында арнайы репортаж. Мереке күндері жол полицейлерімен бірге арнайы рейдке шыққан тілшіміз Құрманбек Жұмағалидың журналистік зерттеуі. Қазақстан атына сынға түсетін спортшылар осы аптада Азия ойындарына берілер жолдаманы өзара бөліске салды. Азиядаға 21 күн қалды. Дүбірлі додаға еліміздің дайындығы іріктеу жарыстары жайлы спорт шолушымыз Қанат Базылханның талдауында. Қазақстан өткен 2010 жылы сыртқы саясатта үлкен жетістіктерге жетті. Оған Астанада өткен Европадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының саммиті айқын дәлел. Еліміздің дипломатиясы биыл да белсенді қызмет етпек. 2011 жылы Қазақстан беделді халықаралық институттардың бірі. Ислам конференциясы ұйымының төрағалығын өз қолына алады. Биыл жазда Астанада Ислам конференциясы ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлері, түрлі халықаралық ұйымдардың өкілдері, барлығы 140-қа жуық шетелдік делегациялардың қатысуымен үлкен халықаралық жиын өтеді деп жоспарланып отыр. Тақырыпты саяси шолушымыз Саят Жөкенұлы тарқатады. Қазіргі кезде үлкендігі жағынан Біріккен ұлттар ұйымынан кейін екінші орынды иемденетін Ислам конференциясы ұйымы 1969 жылы құрылған. Оған 57 мемлекет мүше. 2011 жылы осы ұйымға төрағалық ету арқылы Қазақстан мұсылман әлеміндегі саяси және экономикалық процестердің модераторы болмақ. Халықаралық бірлестіктің штаб пәтері Сауд Арабиясының Джидда қаласында орналасқан. Ұйымның жетекшісі бас хатшы, ал атқарушы органы бас хатшылық деп аталады. Бас хатшыны мүшелдер сыртқы істер министрлер конференциясында 4 жылдық мерзімге сайлау арқылы анықтайды. Онымен бірге Ислам даму банкі, Ислам жаңалықтар агенттігі, экономика және мәдени мәселелер жөнінде Ислам комиссиясы, Иерусалим қоры, Ислам ғылыми-техникалық даму қоры сияқты органдар жұмыс істейді. Қазақстан Ислам конференциясы ұйымына 1995 жылы мүше болған. Ислам конференциясының алдында тұрған мәселелер өте көп. Ең басты мәселе сол Ислам конференциясына қатысушы ислам елдерінің ішіндегі бір-бірінің түсінуі, бір-бірін ұғынуы, бір-бір тыңдай білуі, сөйтіп ортақ шешімге келу қиын болып отырған мәселе. Осы мәселе ең бірінші шешілмей, Ислам конференциясы әлемге әсер етуі қиын. Яғни Қазақстан, мен ойлаймын, осы Ислам конференциясына қатысушы елдердің бірін-бір тыңдауы, бірін-бір түсінуге талап тануы деген ынтасын күшейте ме деген ойдамын. Қазақстан 2011 жылы Ислам конференциясы ұйымына төрағалық етуі сыртқы саясаттағы оң табыстарының нәтижесі деп есептеуге болады. Халықаралық қауымдастық Қазақстанның осы 20 жыл ішінде жасаған дипломатиялық жетістіктеріне қарап осындай бір мүмкіндікті беріп отыр. Жалпы бұл ұйымның әлеуеті өте зор. Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық кезінде көтерген мәселелерді осы Ислам конференциясы ұйымда да жалғастырып еді деп есептейміз. Жалпы алған кезде кез келген мемлекеттерді
ынтымақтастыққа шақырып төрешілік жасау үшін алдымен өзінің жағдайың дұрыс болу керек. Ал осы тұрғыдан қарағанда Қазақстанның Еуропа елдерімен де шығыс елдерімен де арақатынасы өте жақсы деп есептейміз. Ислам әлемі қазіргі күні біркелкі емес. Бір елдер мұнай мен газдан келіп түскен қаражаттан жылдан жылға байып жатса, келесілері аштық пен соғыстан зардап шегуде. Бұған қоса ислам экстремизмі, ислам терроризмі деген атпен тұтастай бір әлемдік дінге көлеңке түсіру сияқты теріс пиғылдардың да бар екені жасырын емес. Сол себептен де Қазақстанның төрағалығы осындай аса қиын жағдайлармен тұспа-тұс келіп отыр. Ислам деген дүние жүзінде бөлек өзінен өзі өмір сүретін дін емес. Ислам елдері ол басқа елдерден бөлек есік терезесін жауып тастаған елдер емес. Бүкіл әлемдік елдермен өте тығыз қарым-қатынаста ислам елдері. Осы қарым-қатынаста болған кезде дінаралық татулық, дінаралық конфессияларық татулық, толеранттылық діни, осы мәселеде Қазақстан жинақтаған тәжірибесі бар. Осы тәжірибені Қазақстан айтады. Кедейшілікпен күрес экономика саласындағы маңызды мандаттың бірі. Мұсылман әлемінде тұрмысы төмен отбасылары көп. Тіпті бай мемлекеттердің арасында жоқтық дендеген аймақтар бар. Қазақстан осы мәселелерді шешудегі жұмыстарды алға жылжытуға септігін тигізеді деп ойлаймыз. Қазақстандық төрағалықтың бағдарламасы осы мәселелерді алға жылжытуға бағытталады. Осы мәселелерді шешуде жаңа жолдарын ұсыну. Сонымен қатар Қазақстан өзінің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымында жинақтаған бай тәжірибесін осы ислам конференциясы ұйымындағы төрағалығында пайдалануды мақсат тұтып отыр. Бүгінде бірқатар ислам елдерінің экономикалық әлеуеті аса зор. Жаһандық қаржы дағдарысы кезінде тек осы елдер ғана ірі инвестор болуға лайық болып отыр. Қазақстан төрағалығының аса бір маңызды қыры осыған да келіп саяды. Ислам конференциясы ұйымы аса беделді халықаралық институт. Ондағы басты мәселе дін емес экономика. Қазір игерілмеген бос қаражат таяу шығыс және араб елдерінде ғана бар. Өйткені Батыс Еуропа, Қытай, Жапония және Америка инвестицияға қаржы бөле алмауда. Ол елдердің өздері үлкен қиындыққа ұшырап отыр. Сондықтан таяу шығыс және мұсылмандық бағыт Қазақстан үшін аса маңызды. Биыл маусым айында Астанада өтейін деп отырған ұйымға мүшелдер сыртқы істер министрлерінің 38-ші конференциясында көптеген проблемалық мәселелер қаралады деп жоспарланып отыр. Ауғанстан мәселесі қайтадан пысықталады міндетті түрде. Оның үстінде мына ислам елдерінде болып жатқан қақтығыстар, әсіресе таяу шығыстағы Палестина мен Израильдің арасындағы ұзаққа созылып келетқан шиеленістер міндетті түрде сөз болады. Ал енді басқа мұсылман елдерінде болып жатқан шиеленістер жоқ емес бар ғой, солардың бәрі де сөз болады. Ал гуманитарлық салаға келетін болсақ, бұл ұйымның да бір өлшемі осы гуманитарлық өлшем. Адам құқығының сақталуы, дін бостандығы, немесе ксенофобиямен күрес, мұсылмандарды шеттетумен, кемсітумен күрес жөніндегі мәселелерде күн тәртібіне қойылады. Еліміздің көп векторлы сыртқы саясатында шығыстық бағыттың аса маңызды екені сөзсіз. Қазақстан ислам конференциясы ұйымына төрағалық ету арқылы мұсылман әлемімен өз қарым-қатынасын жаңа сапалық деңгейге көтерері анық. Саят Жөкенұлы, Еркебұлан Құрманғалиев, Рүстем Рүстемов, 7 күн. Өзара түсіністік, төзімділік һәм бейбітшілік құндылықтарын болашақ ұрпаққа да жеткізуіміз қажет. Жұма күні Астананың Успен кафедралды соборында күллі православ христиандарын Рождество мерекесімен құттықтаған елбасы осылай деп мәлімдеді. Қазақстан мұсылмандардың Құрбан айт мерекесінің алғашқы күні мен христиандардың 7 қаңтарда атап өтілетін православтық Рождество мейрамын демалыс күні ретінде жариялаған жалғыз мемлекет болып отыр. Бұл мемлекетіміздің барлық азаматтардың діни наным сенім бостандығына құрмет көрсетіп, еліміздегі дінаралық татулыққа ерекше басымдық беретіндігінің нақты белгісі. Осыны ескерген православ шіркеуінің дінбасылары мен барлық православ христиандары Рождество күні еліміздегі береке бірліктің, тұрақтылық пен келісімнің басты қамқоршысы болып отырған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттілігін ұзартуды көздейтін республикалық референдум өткізуді бір ауыздан қолдайтындықтарын жеткізді. Тілшіміз Дархан Әбдуахит тарқатады. Астананың православтары Рождествоны тұңғыш рет Успен кафедралды соборында мерекелеп отыр. Бұл мейрам мейірімділікке, сүйіспеншілікке және жарқын болашаққа деген ізгі үміттерге бастайды деді елбасы. Уважаемые соотечественники, казахстанцы. Құрметті отандастар, қазақстандықтар,
Мен еліміздің бүкіл православ христиандарын Рождество мерекесімен құттықтауға келдім. Биылғы жылдың ерекшелігі біз мерекені атап өту үшін жаңа шіркеуде бас қостық. Бүкіл орталық Азиядағы ең үлкен Успен кафедралды соборы Астананың ажарын аша түсті. Ислам мен православиялық христиандық еліміздегі негізгі екі дінге жатады. Азаматтардың діни сенім нанымдарына мемлекет құрметпен қарап, ынтымақ бірлікте өмір сүру үшін қолайлы жағдай туғызып отыр. Ішкі тұрақтылықтың арқасында Қазақстан қарқынды дамып, алдыңғы қатарлы елге айналды. Халықтың әл-ауқаты жылдан жылға жақсарып келеді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Рождестволық литургияға қатысуы православ христиандар үшін үлкен оқиға. Радуемся тому, что мы можем. Президенттің тікелей қамқорлығының арқасында бой көтерген шіркеуге келіп мінәжат ету біз үшін қуаныш. Мы благодарим его. Бізді қолдап отырған үшін президентке алғыс айтамыз. Халқы тату тұратын мемлекет құрған Нұрсұлтан Назарбаев білікті басшы. Сондықтан да біз оған дауыс береміз. Құдай елбасының денсаулығын мықты қылып, ұзақ ғұмыр берген. Біз жаратқан иеміздің сүйікті пендесі шығармыз. Себебі бағымызға орай Нұрсұлтан Назарбаевтай мемлекет басшымыз бар. Еліміздің православтары Нұрсұлтан Назарбаевқа мерекелік шырағдан қойғышты тарту етсе, мемлекет басшысы Успен кафедралды соборына үлкен автобус сыйлады. Вы построили удивительное государство на евразийском пространстве. Сіз Еуразиялық кеңістікте керемет мемлекет құрдыңыз. Сіздің тұлғаңыз, қадір-қасиетіңіз таң қалдырады. Референдум өткізу туралы халықтың идеясын қолдап, еліңіз қалаған уақытқа дейін мемлекет басшылығында қалуыңызды сұраймыз. Поддержать идею народную проведения референдума. И наш митрополит, и мы как духовенство. Біздің митрополитте Құдайға құлшылық етуші қауымда референдум өткізу идеясын толық қолдайды. Ылғи президентіміз үшін дұға етеміз. Әлем елдерінің ішінде тек Қазақстанда ғана Құрбан айт пен Рождество мерекелерінде демалыс беріледі. Өзара келісім мен конфессияаралық ынтымақ ел табысының өзегіне айналды. Я, пользуясь случаем, благодарю всех православных христиан нашей страны. Ұзақ жыл бойы менімен бірге елдегі реформаларды қуаттап, ішкі тұрақтылығын жаңа Қазақстан құруға қолдау көрсетіп келе жатқан бүкіл православ христиандарына алғыс айтамын. Независимый Казахстан. Елімізде бірнеше ұлт пен ұлыс түрлі конфессиялар береке бірлікте өмір сүріп келеді. Қазақстан халқының ауызбіршілігі өзге көлгі. Осы құндылықтарды сақтап, келер ұрпаққа жеткізе білуіміз керек деп президент. Дархан Абдуахит, Александр Аксютис, Бақтыбай Шаханов және Қайрат Мақажанов. 7 күн. Апта соңында Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтыруларды республикалық референдумға шығару жайлы парламенттің ұсынысын қабылдамау туралы президенттің жарлығы шықты. Естеріңізде болса, бейсенбі күні парламент сенаты еліміздің басты заң шығару органы депутаттарының Конституцияға мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттілігін ұзарту мүмкіндігін қарастыратын өзгертулер енгізу мәселесі бойынша республикалық референдум белгілеу туралы елбасының атына үндеу жолдаған болатын. Аталған үндеу осы аптада жалғасын тапқан президент Назарбаевтың өкілеттілігін 2020 жылдың 6 желтоқсанына дейін ұзарту үшін референдум өткізуді қолдаған сандаған мәлімдемелердің нақты қорытындысы, жалпы нәтижесі деуге болады. Тілшіміз Самат Сүлейдің талдауы. Шығыс Қазақстан облысынан бастау алған бастама бүгінде барлық облыстың бас тақырыбына айналды. Тәуелсіз қазақ мемлекетін 20 жыл басқарған Нұрсұлтан Әбішұлы өз өкілеттігін 2020 жылға дейін жалғастырса деген көптің тілегі бар. Қазіргі күні күн санап қолдаушылардың қатары көбейіп келеді. 30 градус аязға қарамастан Семей халқы референдумды жақтап қол қоюда. Халықты қуантты, елді қуантты, елдің көкейінде жүрген сөз айта алмай жүрген. Сол көңілден шығып, соған ризалығымызды білдірейік деп, жасымыздың үлкендігін мен 80-нің 5-ін басып тұрмын. Мына кісі 70-нің 6-ын басып тұр. Қол қоямыз деп сақылдаған аязға келіп осында іздеп тауып алып қол қойып жатырмыз. Бастамашыл топтың өкілдері облыстың әр ауданы мен қаласындағы қоғамдық орындарда орналасқан. Аталған бастаманы құптайтын Қызылорда, Қарағанды мен Шымкент жастары президент Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегін жоғары бағалап, елбасымен біргеміз деген ұран тастауда. Білім жинап, мамандық алу, ғылым қуып шетелде тәжірибе жинақтау, жастарды қолдап, дипломмен ауылға жіберу. Бұның барлығы бүгінде жасалып жатқан жағдай. Сыр елінің 10 мыңға жуық жас отандықтары осы елбасының референдум егер елімізде болған жағдайда қолдау білдіретін жөнінде хат жазамыз. Сонымен қатар арнайы осындай электронды сайттарда өз үндеуімізді білдіреміз. Тараздықтарда елбасының арқасында Қазақстан халқының әл-ауқаты жақсарып, экономикалық дамуы еселене түсті дейді. Бүгінде әлем алпауыттарымен иық тірестіре өрлеуімізде осының дәлелі. Қазақстанның ең жаңа тарихында Нұрсұлтан Назарбаевты ешқандай бөліп алуға болмайды. Тәуелсіз Қазақстан мен Назарбаевтың өзі бір символ болып кетті.
бірінші күннен бастап ол кісі елімізді басқарып келе жатыр және жақсы басқарып келе жатыр. Біз экономикамызды да саясатымызды